Бүгінгі енді қарастыратынымыз ең популярный дейді, универсальный схема дейді қараларға. Кез келген қорғанысқа, кез келген шабуылға жасалынатын қорғаныс. Мысалға, E4-пен бастайды біреулер, біреулер D4-пен бастайды біреулер, біреулер C4-пен бастайды. Қандай вариант болса да универсальный защита дейді, ферздің алдындағы пешканы бір рет жүру. Универсальный защита болады. Енді бұл жерде защиталар бөлінеді ары қарай. Если бұл пешканы қойып екі жағынан былай кетсе, защита бенонен кетеді. Бұл пешкаға былайынан қойып структура былайынан кететін болса, ол жерде болады защита, чешская защита болады. Именно ол мына жақпен жатса перица болады, немесе мына жақпен кетсе басқа болады. Староиндийский кетеді, например, мына жақта болса деген сияқты. D6-ға. Осы схеманы мінетін болса, мұнда деген сияқты. Староиндийскийға кетеді. Староиндийский защита. Және если E4, E5 ондай защита болса, D6-ға тоже осылай келетін болса, онда защита филитордың қорғанысы. Центрға нападение болады, бірақ жемейді, өйстіп қорғап тұра береді. Филитордың қорғанысымен ойнауға да болады бұл схемада. Может, біреулер былай ойнайды, мына жақпен шығарады. Но қайсымен шығарса да, жалпы D6 универсальный защита. Например, сосын қараларда C4 ойнаған кезінде D6 конды шығарды, C6 мынау защита и кондарды алдыға жүргізбейді. Мынаяқтан атакаға шығып жатыр, например, пешка алдыға, слон шықты, мына слон шықты. Кон именно мына жерге жүргенін күту керек, сол жүрген кезінде мына пешканы алдыға жүреді. Үшін? Өйткені мына конды шығару үшін. Если сразу жүретін болса, мысалы, например, мына кон жүрген жоқ, слон мұнда тұр, сразу жүретін болса, онда кон мына жаққа шығады да, мынандай контур ойындар бар да ақтарға. Сол себептен кон мына жаққа жүргенін күту үшін слонды мында қояды да, универсальная защита. Кон мұнда келсе, пешка осы жерге атакаға шығады, ол кезде просто мына ходты жабады или мына жақты ашады. Екеуімен осы жерде күтіп отырады. Пока бүкіл пешкаларды ойынға крепость жасап құрып алған соң, ары қарай рокировкаға мән береді. Рокировка. После ары қарай енді мысалы, например, маған кездескенде былай ойнаған ойыншылар болды, былай ойнаған ойыншылар болды. Әртүрлі ойыншылар бар. Мына жақтан ферзовый флангпен жұмыс жасаған ойыншылар болды. Просто ферзь мында. Ферзовый фланг? Они хотят его прижечь, да? Мынау ортадан екіге бөлеміз. Ферзь тұрғаннан мына жағын ферзовый фланг деп айтады, полный осы қапталы. Король тұрғаннан былай қарай королевский фланг дейді. Король патша қапталы деп айтады, осы екі қапталмен жұмыс жасайды. Мына жақтан атака болып жатса, контр мына жақпен ойнайды. Мына жақтан атака болса, мына жақпен ойнайды. Ол енді шахматтың негізгі структурасы. Например, келді, ферзь мұнда, идеясы енді бұған қазір, например, пешканы мұнда қойып, ферзь қауіпті болған екен, размен жасауға көшетін болса, сразу ортаны бұзып жібереді мына жақты. Бұны ашқанның бір плюс жері, мына кеткенменен мынау слон мына жерге қойып алады да. Ферзь размен қоя алмайды. Енді, например, ол мына пешканы жесе, онда слон мына жаққа келеді. Если жесе, ферзь жеп келеді, корольге қауіп төніп тұр. Ал жемесе, бұл жесе, король жеп келеді, ферзь мына жаққа кіріп келе алмайды. Көбісі бұл жерде жесе жем дейді и тұра береді. Негізі ладья мына жақта болған кезде былайынан қорғаныс салуға болатын еді. Пока ладья мұнда тұрғандықтан слонды қаша алмай тұр. Пока тағы да бір пешка отып, пешканы жемдей беретін болса, онда еще раз мұнда кон керек. Енді мынау ферзь размен мүлдем сұрай алмайды. Кон жабылды ортаны. Тағы да жеді, бұл кезде мына слон қазір пешканы жеп алады, бұл слон мына жақта қазір күзетеді. Енді пока контратакалар жоқ, екі пешка лишний отып тұр, қазір өте қауіпті шабуылдар ұйымдастырайын деп жатыр. Мына жерде кішкене есептеп қарауға болады. Может сразу жеуге. Сразу жедік и король жемесе қазір тоже қауіпті маталайын деп тұр. Например, мынаны жесе,
келесі ход. мынаны жейді. Уже ферзьге нападение түсті. Ферзьбен жесе, Мен жүрмін ма? ну, қайсымен болса да уже следующий ход неде мат болады. Да. Конны саштыра жатыр да. Сол себепті бұл жерде корольмен мынаны жеу мүмкін. Ал оны жеген кезде біз қазір мат бола алмай, өйткені кон қорғап тұр. Сол себепті мынаны жеп тастайды. Ладияны атты жеп тастайды. Ол ферзьбен жеуге болмайды, өйткені бір ходтан атты. Основной ойыншылар корольмен жейді. Корольмен жесе, онда осы жерде біз енді атаканы ары қарай жалғастыру үшін бірінші слонды қорғау керек. Немесе мына жерден ойланып көру керек. Енді ары қарай дәл жағын не істеуге болады, например. Мынаны жеп шақ қоюға болады. Бір. Екінші. Кішкене ойланып көру керек осы жерде. Так, былай шақ қойсақ, ол қара клетка келеді, слонмен шақ қоямыз. Шақ қойсақ, король мында қажет. Шақ қойсақ, пока связканы ұстап тұрып, мына слонды жеп, король максимальный ашылды. И сосын конды шығарып, ладиямен атакаға кірсек, король ортада тұр, қауіпті болып тұр да. Қарап көру болады. Жаңа біз ладияны бердік, мына жерде открытый шақ жасап, ладияны тоталға қайтадан размен жасап, теңестіріп алуға болады негізінде. Бірақ енді структура бойынша атаканы алу үшін неде сразу атакаға кіріп кетпейді, может ақырын фигураларды развитие жасап, сосын дайындап болған соң істесе, бұл атака өте мощный атакадан негізі. Ал универсальный, яғни ақтар ойынның басынан мына жерден нені мықты дебютті қараларға атаканы аламайды. Сондай осы структурамен ойнауға болады. Ондай структурамен мен көп ойнағам, көп партияларда жеңгенмін. Және де бір партияларда ойын ничья болып қалған моменттер бар. Бірақ мына универсальный защитада кез келген дебютке. Например, біреулер центр үшін ойнайды. Енді көрейік. Например, С4. Мен қайтадан оны D6. Кон жүрді. С6. Біреулер сразу мына жақтан центрді алам дейді. Пассивный болып отыр ғой. Сразу центрді алам десе, онда біздің негізгі бүгінгі қарастырайын деп жатқан ол чешская защита кон F6. Центрға 2 пешка, 3 пешка қатар келсе, онда кон мұнда келу керек обязательно. Сонда олар на пешканы мұнда қояды, центрға 3 пешканы қатар қояды. Маған ойнаған бір партияда 4 пешка қатар келген бар. Ол пешкалар өте көп қатты кетіп қалғаны да ақтарға минус болады, потому что контр ішке кіріп кететін болса фигуралар. Корольді негізі қорғанысы пешкалармен қорғанады, ал бұл қатты ашып берсе, пешкалар көп шабуылдарға ұшырайды. Мына жерде қазір ферзь сразу связкаға барады. Негізгі момент. Ферзь связкаға барған кезінде екі негізгі жүріс бар. Біреуі мына пешканы қорғау. Біреулер если конны жүріп зебе көрсететін болса, мынаны жеп аламыз. Ал если мынаны зебе көрсетіп қорғайтын болса, мынаны жүретін болса, осы екі негізгі жүріс бар. Біреуі мынау, мынаны қорғайды. Екіншісі мынау. Мынаны енді жей алмаймыз, өйткені мынаны жеп қояды. Мынау уже связкадан уже құтылып тұр. Демек, мына жерде не істейміз? Енді мына жерде если мынаны жүретін болса, онда сразу ортаны бұзамыз. Ферздің мына жерге келуінің біріншісі мына связка ұстап тұрса, екіншісі E5-ке шабуыл жасап, осы жерге көмектесу ферзь. Енді ақтар не үшін мынаны жүрді? Өйткені тез короткий ракетке қашып кеткісі келеді, өйткені пешкаларды ортаға центрға қатты ашты ғой. Сол себепті осын жүреді. Енді кез келген нешінші ход болса да, мына қазір 4-ші, 5-ші ход болсын, немесе 8, 9, 10-ші ход болса да, мына слон мына жерге келетін болса, мына ферздің мақсаты мына жерге келу. Бұл мына ферздің мына жақтағы жолын жауып тастап, мына кедергі жатқызып, ферзь мына жаққа шақырып алып, ортаны қайттан бұзу. Негізгі мақсаты осы.
линияға мына слон типа темптен ұтылу. Мынау да темптен ұтылған сияқты, басында бір жүрді, екі жүрді, неге сразу мына жерге жүре салмады деген сұрақтар бар да. Ол просто мына жаққа мына фигураны шақырып алып, сосын барып қайтып ішке кіріп, одан кейін мынаны бұза беру. Негізгі мақсат осы. Бұл жерде екі вариант бар, алдыға жүріп жүретін вариант бар, мына жаққа жеп тастайтын вариант бар. Жеп тастайтын варианттарда мына пешка слабый сияқты болып көрінгенімен слабый болмайды, өйткені оны ферзь қорғап тұрады. Біз енді защита жасап мынаны алдыға өткізіп жүрсе, мынаны жеуге болмайды. Оны жесе, мына жақта ладья, ферзьге нападение болады. Мынаны просто жегенін күтеміз. Қашан ол жейді, мынамен жейміз болды. Мынаған тиіспейміз. Оған тиіспейміз и фигураларда просто развитие и мына жаққа нападение деген сияқты. Нападение. Мына келді размен, или слонды күтіп тұрмыз, мына жақта тұра береміз. Мына жақтан пешканы қойып қойдық, атқа ешкім тиіспес үшін. Сондай структурамен ойнай беруге болады. Закрытый вариантта. Слон мында шықты, например, или мына жақтан слонды мына жаққа шығара саламыз. Просто рокировка и закрытый вариантта конды ашамыз да бір жерге и атака былай шығамыз. Немесе конды ақ қатарда салуға болады, мынаны қорғап тұрады да, мына жақтан бұзып ойнай береміз. Мынаны бұздық, сосын конды қайтадан ішке тартып аламыз. Не үшін? Өйткені мына жерге бірінші атака түсіп тұр, жемлеп қорқытамыз, екіншіден фигура ойынға қосылды, ал ол жеп мынамен жеп келетін болса, өте мықты пешный структура. Ашып кетпей ме? Корольдің алды ашылды деп бәрі ойлайды, бірақ король мына жаққа кетеді да, ладьялар мына жаққа келеді, мына кондар мына жаққа келді, мына пешка мына жақта. Просто структураларын түсініп алғаннан кейін аккуратно атака жасай береміз. Біріншіден пешканы өткізіп жібереміз, немесе мына жерде екі маневр бар. Кон мына жақта болса, мына жақтан келе алмай қалды ғой, мына жаққа, иә, ходтар жауып тастады деген сияқты. Сондай бір нәрсе болса, кон мына жақта қалып кетсе, мына пешканы былай, сосын конды мына жаққа кіргізу керек. Ал егер кон мына жаққа келіп алған болса, мына пешканы мына жаққа, сосын мына слонды ашып алып, и екінші ладьяны мына жаққа батареямен. Әрине, конечно, мына жерде слонның жолын ашып, бір моменттерге кіргізіп, конмен слондарды шығарып. А почему ладья нақ қоймады? Ладья мына жаққа. Осы флангпен атака ашып. Бұл закрытый схемадағы мына жақта ұстап тұрып позицияны, мына жақпен полный атакаға шығып кетуге жоспар құру керек, и және осы жақтан флангпен ойнау керек. Өйткені король әрқашан короткий рокировкаға кетеді, и сол кезде бүкіл атака осы жаққа келсе, фигура, пешка барлығы. Король бұрышқа қалып кетті. Корольден бір пешка жеткілікті. Диагональда ешкім атака жасай алмайды, мынау уже көздетіп тұр деген сияқты. Олар да максимально мына жақпен атакаға шығуға тырысады. Мына жақта атакаларын пешкаларға тіреп қойып деген сияқты солай ойнап отырасыз да. И максимально осы жақтан атака жасап, осы жерден ұтуға тырысасыз. Бірінші идеясын түсініп алғаннан кейін ары қарай біртіндеп соперниктің жүрісіне байланысты жоспар құра бересіз. Енді бізде қазір бүгін біз қарастырайық закрытый вариант емес, открытый вариантта қалай ойнаймыз. Жаңа ходқа ход жауап берейік. Кеттік. Например, С4, D6. Немесе біреулер D4 жүрді, кон F6. Просто біз мынаны түсінуіміз керек. Конның мақсаты неге пешканы келтірмеу болса, онда ол мына пешканы ашып алып, конды әкеліп, сосын мына пешканы жүргісі келеді. Это основной защиталар старайинский защитаға ойнайды барлығы. Бірақ бізде старайинский защитаға емес, конды мында шақырып алып, мына пешка келген кезде D6 қойып қоямыз. Кон мында келген кезде C6. Как мына ежик сияқты мына жерге конның алдыға жүру ходтарын блокировка жасайды. Енді центрға кон көмектесіп тұрғандықтан пешкамен алдыға жүрді, и біз ферзьбен мында келдік жаңа структурада. Если мынау келген кезде артқа қайтамыз дедік, закрытый вариант бар. Енді давайте мынамен келді, біз мына жаққа жүрдік. Жеп тастадық, и сосын слонды мына жерге шығардық. Ферзьге. Мына жерге барып уақыт құртуға болмайды, өйткені мына пешканы слабый деп ойлап тем құртпау керек. Бұл өзінің негізгі мақсаты С7-ге барып орналасу керек, мынаны қорғау керек. Так, енді ары қарай кон мында келеді, основной вариантта, а кон келсе сразу мында связкаға келеміз. Негізгі идея осы конды мына слонмен жеп тастау. Пока соперник жесең мен жеймін деп рокировкаға бүйте салады ғой.
екі момент, иә. Если мынаған келсе артқа тартамыз. Біреулер связкадан құтылу үшін сломды келеді. Сломды келсе, онда біз мына жақта развитие жасамай тұрған фигураларды ойынға қосамыз. Кон d7. Ферзовый флангтағы мына фигураны ойынға қостық. И келесі идея слон, и ары қарай дальше ойындарға шыға береміз. Енді, например, мына жерге қазір кон мынаған тесемен слонмен жетіп барам, и открытый вариантта слон мықты деп ойлап пешканы жүрсе, енді осы кезде жейміз. Если ана жерде жүрісті кішкене артқа қайтарақ сразу жүрсе, онда мынаны сразу жемейміз, бұны артқа тара саламыз. Опять на связкаға ұстап тұрамыз да, ал связкадан кеткісі келіп былай келетін болса, ал егер ферзь былай кетсе, уже бізге удобно, мынаны жеп тастаймыз, уже корольдің алды ашылады, дұрыс па? Ал если мына жерде тұрып ол связкаға былай келсе, онда мына слон осы жерге күтіп тұрады да, бір моментте мына жаққа келе салады, мынаған атакаға. А бізде ол кезде конды шығарып аламыз. Рокировка, например, и кон мұнда. Мынаған тістік. Немесе слонды мұнда тартып алдық, и күттік. Мынаған тістік. Ладья мұнда, и кон мұнда. 1, 2, 3 атака. Уже бір ғана защита. Немесе мына жерде ол слонмен қайттан қорғайды. Слонмен қайттан қорғаса, қайттан конмен мұнда тесеміз. Біріншіден слонға бесплатный жеп алу үшін бір тесіп тұрмыз, екінші мына жерге 1, 2, 3 атака түсіп тұр. Слон артқа қайтқанмен, бұл жерде уже мынаны жеп келе береміз. Бұны именно қайсымен жейміз деген момент бар. Мынаны жеп келдік, например, конмен жеді, слонмен жеп тастадық. Жеді, конмен жеп тастадық деген сияқты. Немесе біраз әумен болды ғой. Біраз әумен болып кетті ғой деймін. Иә. Ары қарай осы жерде енді мынау былай атака жасау мүмкін. Сразу моментальный ферздің алдын жеп, ол жеді, и мынаны енді защита жасап алуға тырысу керек. Просто защита жасап аламыз. И жеткілікті рокировка. Бір пешка лишний қараларда дебюттан нормально шықты. Енді ары қарай спокойно отыруға болады. Біреулер енді комбинация жасауы мүмкін. Мынаны жеп, слонмен жесе, былай қойып ойнауы мүмкін. Комбинация. Проблема жоқ, бір фигура тұрмыз ба? Аккуратно мынаны защита қоя салуға болады. Немесе просто рокировка қашып кете салып ойнауға болады. Енді мынаны былай защита қоя салсақ та, ол жесе пешкамен жейміз, и біз пешканы сақтап қаламыз. А если сразу мына жақтан контрнападениелер жасап ойынға и кетсе рокировка, ойынға біз темппен фигураларды қосып алдық, ол жеді, пешкалар теңесті, но бірақ центрда өте слабый пешка пайда болды. Демек, ары қарай ойында қараларға отыруға шанс өте көбірек деген сөз. Енді артқа қайтарып, мына жерде ол ашыш жүрген жоқ. Слон мұнда пешка бар. Слон мұнда связкаға келді. Сосын мына кон мұнда тұр әлі пока что. Осы жерде біз қарайық. Мына келген кезде рокировка жасады. Пока мынаған тиіскен жоқ, жесең өзің же, мен оны кейін потом жеймін деп тұр, например, байқа қояйын. Фигуралар орнына қояйық. Просто рокировка жасады. Онда не істейміз? Рокировка жасаса, біз асықты конды развитие жасай береміз. Бұл конның мақсаты, мына жерге келіп мынаған тиісу. Егер какой-то бір атакалар жасап жатса, ол артқа қашып, мына жерге келіп, мынаған жол ашып, мынаған тиісіп. Мынау өте жақсы местаға орналасып алу. Енді мына жерге келген кезінде, онда мынаны енді кіммен қорғаса, онымен қорғасын, мынаны жеп тастау. Мақсат. И ол не үшін жеп тастайды? Өйткені кон мұнда келген кезде конға конды размен қоя алмайды. Кон мына центрда өте мықты болады деген сияқты да. Так. Енді, например, кеттік. Кон мұнда развитие. Потом соперник не істейді. Пока связкадан құтылуға тырысады. Мына слоннан енді шыққан жоқ еді ғой, иә? Слон артта тұр еді. Бізге ендігі мәселе так,
конмен мында келсек екі пешкаға тиісеміз. Слонды мында қойып алайық бірінші, потому что сразу пешкаға атака жасайтын болсақ ладья связкаға келеді екен, жаңа көріп алдық. Рокировкаға қашып кеткенге ыңғайлы болу үшін да. Сөйтіп сосын ары қарай мына жаққа келіп атака жасай береміз қазір. Пока что, например, кетті, жеп тастадық, слонмен жеп тастадық и просто рокировка. Дайындап алдық. Соперник ойнайды. Ферзь мұнда, кон мұнда мынаған тиісті, и слонмен конға тиісті, а кон мұнда кетті. Ендігі мәселе бұл жерде линияға ладьяларды шығарып отырсақ, и линияға ладьяларды шығарамыз. Мына бір хитрилар бар, мынаны жеп тастап отырсақ, мына ладьямен жеп білеміз, а слонмен мынаны жеуден қорқуға болмайды. Қорқпаймыз да. Если мынаны жейтін болса, ловушка, пешканы алдай десек болды, слон ұсталады. Сондықтан ол пешкадан біз ойбай айырылып қалдық деп уайымдаудың қажеті жоқ екен. Енді ладьяны жеп тастадық, ладья мұнда келсе, жаңағы біздің мына кон бар ғой, 1 келді, 2 келді, 3 келді, а кон енді мына жерге барады. Ферзь и слонға тиісті. А ферзь кетсе, корольдің алды ашылады, и корольдің алды бочит, и потом мына слабый пешка мына жерге кон ақырын мына жаққа келіп алады, и сосын ферзь мына жақпен мынаған атака жасайды, и короче қараларда өте выигранный эндшпиль, мидтриспиль деді, корольдің алды ашық, уже атаканы корольге жасап ота беруге болады. Например, мынаны жеп тастады дейік, размен болды дейік, онда мына пешкамен жеген кезінде мына кон қайда барады? Мұнда барса уже сразу ұсталды. Мұнда барамайды, и ол только артқа қайтады. Фигура артқа қайтты, пешка проходной болып тұр, артына бір пешканы етіріп қойсақ, защищенный проходной. Защищенный проходной әрқашан бір фигураны күшейтеді. Ол қалай ұсталынады мына жақта? Былай. Мына жақта ат тұрса. Мынаны жеп деймін. Мына жей салады ғой ферзьті. Так. Қазір кішкене қарайық. Мынаны жеді. Пешканы итереміз. Жоқ, пешканы итермейміз. Мына жерде так, оны ходты кішкене есіме түсіріп алайын. Қалай ұсталады? Или мынаны итеріп кейін итер болады па? Бірінші екі ход болып кетті. мынаған атака жасап, мынаны қорғаса, жоқ, темптен ұтылып қалып отыр ғой. Ферзь қорғайды, жейді. Кішкене тоқтап мына жерде ол былай келсе. Былай келсе, примерно, былай келсе де, бізге не істеу керек? Ферзь қорғайды екен мына жерде. Пешканы қорсақ, мына пешканы ашып алады, конды қайтып отырсады. Алдыға жүріп, кон ұсталмайды. Дұрыс, мына жерде мен ферзьдің ходын естен шығарып алыппын мен. Ферзь жеп қояды екен да. Ферзь жеп қояды екен, анан жүрсек, жейді, ферзь жеп қояды екен. Бұл моментте бізге керек нәрсе просто на пешканы қояйық, былай келсе, пешканы алдыға защищенный проходной. Немесе бізге ойнауға болады сразу защищенный проходной. Кон қай жаққа барса да, мұнда барса да, или мұнда барса да, конды мұнда барып ойнайды біреулер, а біреулер мұнда барады. Кон мұнда кеткен сайын, ол бізге удобно. Пешка мұнда қойдық, и кон қайда барады? Мұнда, ешқайда барамайды. Просто тупой кон. Ақиқатында сондай тупой кон болып тұр да. После одан кейінгі маневрда мына жерге слондар ойынға осылай қосылады, потому что пешка алдыға итермес үшін. Немесе просто конды артқа тартып ойнауға болады. Не үшін конды артқа тартамыз? Потому что келесі кон мұнда келсе, ол мынаған тиісіп тұрады, және де мына жерге пешкаға көмектеседі. И болашақта мына пешка ол ферзьге шығады. Бірақ пока что оған дейін дайындықтар жасап алу керек. Слондарды ойынға қосып, бүйтіп бәрін дайындап алып, корольге почка ашып, немесе баян
фианкета жасап слонның ішіне кіргізіп алып, корольге защитаны дайындап, пешканы ашып алып, мына жақтан флангтан ешқандай мүмкіндік бермей, атака жасатпай, сосын барып атакаға жайлап көшу керек. Иә? Одан кейінгі структурада, например, ферзь ақырын мында келді. Конға тиісті. Мынау кетті. Пешка былай. Потом кон кетті. Пешка былай. Может, осы жақпен до конца ойнай береміз. Кетті да ары қарай. Мына пешканы жеп тастады, мына пешка жеп келді, и мына пешка бір-біріне көмектесіп уже дайын тұр. Болашақта мынаған кетті, уже ферзь кетті. Ферзь мына жаққа кетті дейік. И дальше ары қарай мына жерден тағы да бұзып келе береміз. Мынау жеп келді, тағы жеп келді, екі пешка, кон, слон мына жақта көмектесіп тұр. Қараларға удобный позиция, болашақта осы жерде ұтыс бар. Мына пешкалар ферзьге екеуі. Защищенный проходной әрқашан. Если защищенный проходной болса, фигура разменнен ешқашан қорықпау керек. Барлық фигураларды размен жасай беруге спокойно болады. Өйткені эндшпилде қарапайым эндшпилді алайық, например, бүйтіп қоя салайын. Былай тұр дейік. И дәл осылай тұр. Ақтарда мұнда 3 пешка бар дейік. Защищенный проходной пешка болып тұр да. Ендігі мәселе қаралардың король мұнда тұр. Кім ұтады дейтін болса, элементарный эндшпиль бар. Мен қаралар ұтады деп айтарым да. Болады да, мысалға. 3 пешка деп айта алмаймын, енді 3 пешка болса сәл қиындау болып тұр, бірақ примерно ну вот так посчитать, если да, иә, мына пешканың күші, мына екі пешканы былай ала салайықшы. Мына екі пешка былай қалды дейік. Екі пешка бар. Или былай екі пешка тұр да, например. Мына король көмекке бара алмайды да мынаған, әрқашан көмектесе алмай тұрады. Пешканы қайшы жүрсе де король ішке кіріп алады, и потом мына король уже қалып тұрады. Примерно қазір равный болып тұрады. Если мына жақта бір пешка артық дейік, былай екі пешка тұр. Бір пешка жоқ дейікші, екі пешка бар. Мына король спокойно барып мынаны жей береді. Кейін мына жаққа келеді. Мына жаққа барса, мына пешка ферзьге шығып кетеді. Пока осы жерде күтіп тұрады. Мына жаққа жүре алмайды ғой. Мына жаққа келген кезде ол күтіп тұрады, өйткені ол квадраттың ішінде король тұрғандықтан мынаны жеп келе береді. Ал ол квадраттан шығып кетсе, мына пешка кете береді. Мына уже ол кешігіп қалады. Оны успейді да. Мына уже ферзьге бірінші шығып, мына уже шыға алмай қалады. И ферзьге шығып кеткеннен кейін бізде эндшпилде енді ана пешкаға ферзьге тоқтатудың әдісі ол қалай екенін білесіз бе? Тоқтатудың әдісі? Тоқтатудың әдісі бірінші элементарный. Ферзь барып шақ беріп, корольдің алдына кіріп алу. Мына жаққа кірді, например, шақ берді. Король мұнда. Бірінші шақ бердік, например, былай шақ береміз. Кейін қақ Король мына жаққа қашап, мына ферзьге шығу үшін да. Ал мына жаққа кеткен сайын рахат бізге кайф корольді ағата береміз. Пешка жүре алмайды ғой, кедергі сайын. Біз шақ беріп, корольді пешканың алдына қоюымыз керек. Ал былай қарап қашса, онда біз былай шақ береміз. Именно мына пешка жеу үшін. Король былай келген кезде, енді былай шақ берсек, енді амал жоқ, былай кете алмайды, біз мынаны жейміз. Король мұнда, и біз жақындата береміз. Король былай ферзьге шығайын деп жатыр, ол кезде қайтадан біз мына шақты қолданамыз. Ключевой ашылса, шақ беру керек, иә? Король былай келсе, қайтадан шақ береміз. Мына жаққа шақ береміз. Король мына жаққа шақ береміз. Король мына жаққа, қайтадан мына жаққа шақ береміз. Король келеді. И қайтадан шақ беріп, король мына жаққа барып, қайтадан король шақатамыз. Каждый шақ беріп, корольді мына пешканың алдына қою арқылы король біртіндеп жақындатып алып, шақ бердік, кетті, былай келуі мүмкін. Ол просто бұл жерде былай шақ қоямыз. Ферзьге шыға алмайды, король қашты, и тағы шақ бердік, король қашты, шақ бердік, король келді, шақ бердік, король келді, и былай. Король тағы былай. Енді мына жерде ферзь пешкаға шыға алмас үшін, тағы бір шақ береміз. Король келді, и шақ береміз. Король келді, ферзьге шыға алмайды, и просто король шақатамыз.
адам эми неделе коймат да. Ну, просто я келесі қандай қойып қойса да артқа уже барады. Так, бұл бірінші схема. Енді фигуркаларды орнына тез қойып шығайықшы. Бізде болады партияда әртүрлі варианттар бар. Қаралармен ойнаған кезінде ақтарменен может E4 ойнауы мүмкін да. E4 деген ход да. Мына ходқа да біз көрдік. Мына ходқа да D6 деген ходты ойнай беруге болады. Например, D4 кон мұнда. Мынаны жүруге болмайды. Неге? Жүрсе, жеп тастаймыз. Ол жесе, біз бірінші ферзь тұрамыз. Король оны жейді, а кон мұнда вилкаға түседі. Либо мұнда келсе ладьяны ұтып алады, либо бесплатный пешка. Уже мынаны қорғауға тырысады, оны қорғады, а біз мынаны жеп алдық. Дебюттан уже біз пешка ұтып алатын болғандықтан, бұл жерде пешканы алдыға жүруге болмайды екен. Уже сразу қаралар ортаға центрға нападение жасады. И бұның мақсаты конмен защитаға шақырып аламыз да, и пешканы мында қоямыз, как мына конға ешқайда алдыға қарай нападение өткізбеу, и пешкалары қайсысы болса да мына пешкаға жаңағы қалай айтайық, мына былай жүрсе былай деген сияқты. Мына екі пешка мына жерде защитаға тұрады біріншіден. Может жеп тастай саламыз да. Пешкалар ошода примерно конның фигураларының алдыға нападение жасауына, слонның шах беруіне деген сияқты мына жерге тойтарыс береді да, и ошол жерде тұрады. Одан кейін келесі идея. Кон шықты, ферзь мына жақта связкаға келді. Мен ойнаған бір соперник бар, слонды былай жүрді. Ол жерде ол мына зебокты қалдырып қойды. Яғни мына пешканы беріп қойды, ол кетті. Сразу рокировкаға қашты, ал рокировкаға қашқанымен ол мына фигураны мен жеп қоям, ол жейді, и мен ферзьмен жеп қоям, тағы да двойной удар. Өте көп пешка ұттым, и тағы бір фигура ұтып жатырмын мына жерде. Сол себепті бұндай зебоктарға түскен кезде сразу пайдаланып ұтып кетуге мүмкіндік бар. Жалпы мына екеуі ғана осы жерден көп материал ұтып алуға болады. Сондықтан мына жерде мына пешканы қорғау керек болады. Мына пешканы қорғау керек, немесе мынамен былай жабу керек. Екі момент бар да. Мынамен жапты, ферзді қайттық. Енді қай моментте слон келеді, біз ферзді қайтамыз. Енді мына слонның мақсаты ол мына жақта жүрейін деп жатыр, мына жаққа кедергі жасайын деп слонның мына жаққа келсе, бізге проблема жоқ, мынаны алдыға жүріп ойнай береміз. Жеп тастадық, например. Так. Бір нәрсені ұмытып кеттім. Мына слонға бірден нападение жасауға болады. Қашан слон келеді, и мына пешка осыған кіріп тұрады нападениеге. И слон артқа түсті, дальше атакаға шығады. Если бұл слон мына жақта ойнаған болса ше, например, ферзь тұр, слон мына жақта ойнады, все равно мына пешканы бұзамыз. Жеп тастадық. Кон мына жаққа бірінші келіп алды ғой. Жеп тастадық. Слон мұнда, и ферзді қайттық. Ферзь мына жақта да защита жасап тұр, кон жей алмайды. Мына жаққа келдік, тағы да кон мынаны жей алмайды. Енді рокировка жасаса слонды келеміз, а бірақ олар тұрып профилактика, ерте бастан мына пешканы қойса, онда біз мына пешканы қойып аламыз. Ол өте маңызды пешка болады. Неге? Өйткені енді біз мына слонның мына жақта ходы жабылды. Онда ол слон қай жаққа келу керек? Ол мына жерге келу керек. Ал енді слон мына жерге келген кезінде, кон мұнда барса, ал слон қайға барады? Гулять етіп, қайтадан ізіне қайтады, болмаса мына жерде слон уже нашар болып қалады. Ары бері жүріп қалады. Сол себепті H6. Это профилактика. Конға и слонға мына жаққа связкаға келмес үшін. Потом рокировка. Слонды шығарамыз. Енді тағы бір не бар, нюанс бар. Мына слонды шығарып, спокойно рокировка жасап, мына слонның мына жаққа шыққанын күтетін моменттер бар. Потому что біреулер бар, мынаны қойдық, и ферзді мұнда қояды да, и слонды разменге сұрамақшы. А если ферзді мына жаққа қойса, онда сразу мына жерге жүріп алып,
слонды мына жаққа шығармайтындай ходтарын жауып қойып блокировкаға. Нені? Қаралар ақтарға мүлдем атака жасауға шанс бермейтіндей ойнаймыз. Енді, например, бір моменттер, жаңа айттық қой біз, слон мына жаққа сразу кесе. Сразу слон кесе. Қай жерде өтіп кетті ғой деймін, өтіп кетті ғой мына жерде. Слон мұнда тұр, пешка мұнда келді, например, пешка келді. И ол мына жерге пешкаға қорғайды, потому что ол кетсе, мына жерде защита азайып қалады. Конға тиіс, любой момент алдыға жүре салады. Маған келсе, ол алдыға жүре салу керек. Мақсаты осы. Кон кетіп қалса, уже защитадан біреу кетеді. Оны мына слон қорғап тұрады. Алыстан, палеон, мына екі слон мына жақтан қорғап тұрады. И конның мүмкіндіктері азаяды. Конға защита жасайтын болса, спокойно келесі конды ойынға шығара береміз. Ладьялар линияға шықты, слон ойынға шығарамыз. Ладья шықты, просто рокировка. Барлығы дайын, ендігі момент мына жақтан атакаға шығып келе береміз. Қараларға ыңғайлы позиция, кез келген бағыттарда дебюттан спокойно шықты. Енді мына жерде игровой позиция. Қай жақтан қалай атака жасағыңыз келсе, дәл солай атака жасай бересіз. Енді жаңағы бір жерде басында сразу слонды мына жаққа шығарса деп қарасақ қоя, соны бір тоқталып кетейік. Басынан ба? Иә, басынан бір тоқталып кетейік. Так. E4, D6, D4, кон F6, мына конды шақырып болу мақсат, S6, кон F3, ферзь мұнда. И осы жерде ойнайды слон мұнда. Ферзь артқа кірді, и слон мұнда. Енді мына жерде сразу мына слонға нападение жасаймыз. Оның өте көп плюстері бар. Сразу слонға нападение жасаймыз, а слон кеткен кезде мынау былай қарай кетеді. Сразу мына коня. Центрдағы пешканы ұтып аламыз. Жақсы қиын болды ғой. Жақсы қиын болмады енді. Сол себепті мына әрқашан мына пешка мына жерге тұрып, ол мына жақтан атакаға, мына слондардың келуіне көмектеседі. Сол себепті барлығында осылай неге түсіп қалады, мына центральный пешканы ұтып алады. Потом центральный пешканы ұтып алғаннан кейін біреулер ойлайды, например, кон мына жаққа кетті, кон мына жаққа кетті, центральный пешканы ұтып алдық, и кон мына жаққа барады, кон жеп тастайды, міне, көрдіңіз ба? Слоннан жеп тастауы мүмкін. Бірақ центрдағы біз пешканы ұтып алдық. Центрдағы пешка өте маңызды пешка. Сол себепті келесі идеяларда спокойно развитие жасасақ қараларға болды. Ендігі мақсат мына жерге мынаны жегізбеу үшін просто мынаны қайтарамыз. И дальше атака жасады, просто конды қайттық. Мұнда келді, мынаған атака жасап жатыр, и просто мынаны алдыға бір рет қоя аламыз. Ежіктер 3-5 тұр, центрда бір пешка, центрда пешканы ұтып алғаннан кейін Б линиясы ашық, ал мына жерде енді просто слон мұнда, рокировка, и потом кон мұнда, или сразу конды мұнда нападение жасап ойнатуға болады. Бірақ нападение жасап ойнатқаннан қарағанда слонды мына жаққа шығарса, сразу напрягады. слонды ойнатып алдық, сосын барып конды шығарамыз, и линияға ладьяны шығарсақ, өте мықты қаралы позиция. Сондықтан біз енді бұл жерде не істейміз? Әрқашан универсальный защитаменен кез келген варианттарға ойнай беруге болады. Осыны қарап аласыз и ойнап көресіз. Например, қазір біз екеулеп речестен бір дебют ойнап көрсек болады. Қалай? Мынаны қазір өшірейік. Қалай?